Қазір балалардың дамығаны өте ерекшелігі байқалады бізге. Өйткені олар интернет желіде де өздерін белсенді көрсетеді және кез келген сұраққа мүдірмей жауап бере алатын жағдайда. Менің сыныбымды айта кетсем, менің сыныбым осы 2020 жылы мынау пандемия кезінде құралған болатын, бірінші сыныпта алған болатын, қазіргі таңда үшінші сынып, бірақ соған қарамастан балалар осы ресурстар пайдалана отыра, акты жабдықтарын пайдалана отыра өте керемет жетістіктер жетіп, қазір үшінші сыныпта балалар ешқандай қиналмай сабақ оқуда, жаңартылған әдіс тәсілдер бойынша әрине. Жоқ, керісінше одан қиналмайды. Бізде өйткені БЖБ, ТЖБ, БЖБ дегеніміз бөлімдік жиынтық бағалау. Ол әрбір бөлім аяқтала сала, сол заматы артынан бағаланып отырады. Балалар ұмытып қалмай, сол бөлімнің соңында алынып отыратын бағалаулар. Және балаларға егер тақырыпты толық меңгерген бала болса, ол бір бөлім аяқталмай емес, бір өмір ұмытпауға болады. Ал ТЖБ ол 90 аяғында алынатын жиынтық бағалау. Жиын барысы концерттік бағдарламамен басталды. Ұстаздар әннен әуелетіп, оқушылар ғұлама ақындардың өлеңдерін оқыды. Мұғалімдер шығармашылық ізденіспен айналысып, өз тәжірибесінде әртүрлі жаңалықтар ашу арқылы ғана озық тәжірибе жинақтайды. Күнделікті сабақ беру барысында балаға терең білім, тәлімдік тәрбие беру әр мұғалімнің басты арман екені даусыз. Оған жету үшін оқытудың мазмұн, мақсат, әдіс, құрал жағдай сияқты негізгі салалары бойынша көп тәжірибе жинақтау қажет. Назгүл Батырхан, Райымбек Әмзе, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.